Су адам өмірінің ажырамас бөлігі. Су кез келген тірі ағза үшін аса қажетті нәрсе. Адам ағзасының 65-75% судан тұрады. Адам денсаулығы жақсы болу үшін күніне 2 литр су ішу керектігі дәлелденген. Әрбір адам тәулігіне 2 литр су ішуі керек екенін білсе де, көбісі бұл тәртіпті ұстана бермейді. Көпшілігі бұл норманың тым көп екенін айтады. Алайда суды орнымен ішсеңіз, талай дерт сізді айналып өтеді. Мысалға, жатар алдында 1 стакан су ішсеңіз, инфаркт пен инсульттен, сіңірлердің тартып қалуынан сақтайды. Табиғи судың адам ағзасына пайдасы өте зор. Себебі оның құрамында түрлі элементтер мен минералдар бар. Судың пайдасын арттыру үшін бей-берекет іше бермей, бір режимге қойғаныңыз абзалырақ болады. Таңертең 2 стакан су ағзаның оянуына ықпал етеді. Әр тамақтың алдында 30 минут бұрын 1 стакан су ішсеңіз, ас қорытуға көмектеседі. Ваннаға түсер алдында 1 стакан су ішсеңіз, қан қысымыңыздың жоғарылап кетуіне жол бермейді. Сонымен қатар, ұйқыға жатар алдында 1 стакан су ішсеңіз, инсульт пен инфаркт және аяқ сіңірлерінің тартылып қалуынан алдын алады екен. Тамақтан бас бұрын таңертең аш қарынға жылы су ішкен дұрыс. Өйткені ұйқыда жатқан ағзаны оятып, асқазан жұмысын тамақ қорытуға дайындауға жақсы әсер етеді. Аш қарынға су ішудің бұдан да басқа пайдалары өте көп. Олар ағзаны тазалайды, асқазанды қыжылды басады, беттің терісін жақсартады, шашты өсіреді, бүйректегі тасты шаяды, иммунды жүйені күшейтеді. Сонымен қатар, бір айта кетерлігі, суды жылыдай ішкен жөн. Сондықтан таңертең жылы суды ішуді әдетке айналдыруымыз қажет. Адам денесінің шамамен алғанда 60% судан тұрады екен. Су ағза үшін негізгі энергия көзі. Күнделікті таза су ішу арқылы біз денсаулығымызды жақсартуға, күш-қуат жинауға болады екен. Көбіне адамдар таза судың қаншалықты маңызды екенін білмегендіктен, оның орнына шай, кофе, шырын секілді сусындарды тұтынады. Су адамның дене мүшелеріне әсер етіп, дене қызуын тұрақтандырады. Оның құрамындағы заттар ағзадағы қажетсіз шлактарды сыртқа шығарып, тазартады. Сонымен қатар, зат алмасу процесін ретке келтіріп, ағзаға пайдалы заттардың тез сіңірілуін қамтамасыз етеді. Сондықтан күнделікті таза суды ішіп жүруді әдетке айналдыруымыз қажет. Керек екен арнасына тіркеліп, керекті ақпараттарыңызды алып отырыңыздар.